Кіріс бар жерде салық бар. Бұл бұлжымас қағида. Қор биржасында бұдан қағыс қалмайды. Биржадағы инвестицияда қандай кірістің түрлері болуы мүмкін? Негізінен үш түрлі. Бірінші дивидендтер, екіншіден купондар және құн өсуінен түскен кірістер. Дивиденд бұл акция мен қорлардан түседі. Купондар бұл облигациядан, яғни борышты қағаздардан. Ал құн өсуі бойынша түсетін кірістер олар жалпы бағалы қағаздардан және қорлардан болуы мүмкін. Мінекей, осы түрдегі кірістерден жеке инвесторлардың қор биржасындағы жеке табысы қалыптасады. Ал ол бойынша төленетін салықты жеке табыс салығы деп атаймыз. Орысша айтқанда ИПН. Оның мөлшерлемесі, былайша айтқанда ставкасы Қазақстанда 10%. Енді осы жеке табыс салығына тоқталайық. Салықтың бұл түрін қандай форма арқылы тапсырсақ болады? 240 форма. Салық комитеті табыстың бұл түріне арнайы 240 декларацияны бекіткен. Олардың тілімен айтқанда 240 салық есептілік нысаны. ФНО дейміз, орысша айтқанда, форма налоговой отчетности. Ары қарай 240 форманы кімдер тапсырады? Форманың бұл түрін салық төлеуші резиденттер тапсырады. Ал резиденттер дегеніміз кім? Резиденттер деп біріншіден Қазақстан Республикасында тұрақты болатын тұлғаларды айтады. Яғни бір жылдың көп уақытын, 183 күннен кем емес уақытын Қазақстанда өткізетін тұлғалар. Бірақ бұл қағида барлық жағдайда бірдей емес. Осы 217 баптың 4-ші тармағында қарастырылған кейбір тұлғалар бар. Қазақстан Республикасында бір жылдың көп уақытын өткізе алмайтын. Бірақ оған себеп шетелде тұрып жұмыс істеу емес, практикадан өту, емделу, немесе сауықтыру, профилактикалық себептер болса, онда ол бәрібірде Қазақстан Республикасының резиденті болып есептеледі. Мысалға, өзіміздің шетелге шығып оқитын студенттерді алып айтайық. Олар әрине оқу сапарына байланысты бір жылдың көп уақытын шетелде өткізеді. Бірақ оған себеп болған сол оқу, практикадан өту жұмыстары болғандықтан, олар бәрібірде өзіміздің резиденттер болып есептеледі. Сосын екіншіден, Қазақстан Республикасында тұрақты болмайтын, бірақ өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында болатын жеке тұлғаларды Қазақстан резиденттері деп айтамыз. Бұлар кімдер? Бұлар әрине біріншіден өзіміздің азаматтар, екіншіден ықтияр хаты бар тұлғалар, яғни вид на жительство дейміз орысша айтқанда. Үшіншіден, осы тұлғаның өзінде немесе оның жақын туысында, жұбайында Қазақстан Республикасында тіркелген жылжымайтын мүлігі болса, осы жеке тұлғаның өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасы деп танылады екен. Бір ауыз сөзбен айтқанда 240 форманы біріншіден Қазақстан Республикасының азаматтары тапсырады, екіншіден қандастар, үшіншіден ықтияр хаты бар тұлғалар тапсырады. Енді осыдан мынандай қорытынды келіп шығады. Резидент дегеніміз азаматтық емес, екеуі екі бөлек түсінік. Сіз Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз мүмкін, бірақ Қазақстан Республикасының резиденті болып есептелмеуіңіз мүмкін. Немесе керісінше резиденті болып, азаматы болып есептелмеуіңіз мүмкін. Екеуін ажырата білу керек. Енді жарайды, Қазақстан Республикасының резиденті болдыңыз деп ойлайық. Бірақ тек қана резиденті болып қана қоймай, салық төлеу үшін, декларация тапсыру үшін тағы да салықтық міндеттеме туындау керек қой. Яғни меншігіңізде мүліктер немесе бағалы қағаздар болу керек, немесе кірістер келіп түсу керек сізге. Яғни салықтық міндеттеме деп айтайық. Салықтық міндеттеме қай кезде туындайды? Немесе декларацияны тапсыруға міндет қай кезде туындайды? Біріншіден, салықтық кезеңнің 31 желтоқсаны бойынша сіздің меншігіңізде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тіркелген эмитенттердің бағалы қағаздары болса. Бұндай бағалы қағаздар әрине шетелдік биржаларда саудаланады. Мысалға NYSE, NASDAQ, Москва биржасы, Лондон биржасы, Кассе өзіміздің, AIX және тағы басқа көп, бұнымен шектелмейді. Гонконг биржасы, Токио биржасы дегендей. Бұнда жарайды, шетелдік биржалар түсінікті, бірақ Кассе мен AIX неғып тұр? Бұл өзіміздің биржа ғой. Иә, бұлар өзіміздің биржалар, мәселе бұл өзіміздің биржаларымызда да шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары тіркелген, яғни листинг жасалған. Мысалға, Кассе биржасын алып айтсақ, Қазақстан Stock Exchange. Бұнда өзіміздің қазақстандық эмитенттерден басқа, яғни Қазтрансойл, Қазақтелеком, тағы басқа көптеген компаниялар бар ғой өзіміздің. Одан басқа тағы да шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары бар. Тіпті америкалық компаниялардың акцияларына арнап, арнайы бір секция ашылды. Кассе Global деп. Онда қазір қателеспесем, шамамен 40 қанша америкалық қағаздар саудаланады. Сосын AIX-та да сондай. Ол биржада өзіміздің эмитенттерден басқа кейбір шетелдік эмитенттердің облигациялары саудаланады. Меншігіңізде шетелдік эмитенттердің акциялары болса, немесе қор, ETF деп айтамыз. Маңызды емес сіз оны қай площадкада, яғни қандай биржада сатып алғаныңыз. Мүмкін оны сол шетелдік биржаның өзіне тікелей шығу арқылы сатып алған боларсыз. Немесе өзіміздің Касседе, AIX-та сатып алған болуыңыз мүмкін. Ондай жағдайда оларды міндетті түрде декларациялайсыз. Сосын мұндай жағдайда кезігеді. Өзіміздің эмитенттер, бірнеше біздің көк фишкаларымыз, мысалға Каспий, Казатомпром, Халықбанк сияқты акционерлік қоғамдардың акциялары шетелдік биржаларда саудаланып жатады. Дәлірек айтқанда акция түрінде емес, көбінде
GDR түрінде, ADR түрінде, яғни глобалды депозитарлық қолхат дейміз, сол түрінде саудаланады. Мысалға, өзіміздің Каспий банктың GDR-ін Лондон биржасына шығу арқылы сатып алуыңызға болады. Ондай жағдайда не істейсіз? Оларды декларациялауға міндеттісіз ба? Бір жағынан алып қарасаңыз, компания қазақстандық, эмитент қазақстандық. Бірақ ол бағалы қағаздардың тіркелу белгілерін тексеріп көрсеңіз, ол GDR-лер көбінде Америкада тіркеледі. Яғни ISIN кодтың басын қарайсыз, US-тен басталады көбінде. Бұл тақырып жайлы шынын айтқанда даулы көзқарастар бар. Ол туралы кейін тағы да айта жатармын. Басым көпшілігімізде мұндай жағдай негізінен кезіге бермейді. Сонымен қай кезде декларация жасауға міндет туындайды, оның бірінші жағдайын айттық. Енді келесі жағдай. Ол әрине егер кіріс болған жағдайда. Бұнда тағы да бөліп қарастыруға болады. Кіріс көзінен салық алынбаған, бірақ Қазақстан Республикасында туындаған кірістер. Бұл туралы салық кодексінің 331 бабында толық айтылған. Мысалға, сіз заңды түрде жұмыс жасайтын бір ұйымның жалдамалы қызметкері болсаңыз, онда ол компания немесе ұйым сізге айлық төлейді. Айлық төлеген кезде сіздің жеке табысыңыздың салығын сол компанияның кадрлар бөлімі бар, бухгалтерия бар. Солар бүкілдей сіздің атыңыздан кірісіңізді есептеп, тиісті салықты төлеп отырады. Сіз оған бас қатырмайсыз. Өйткені олар сіздің бұл жерде салықтық агенттігіңіз ретінде әрекет етеді. Ал кейбір жағдайлар бар. Мысалға айтайық. Бір үйді арзанға сатып алдыңыз. Бір жыл өтпей жатып, сіз оны қымбат бағаға саттыңыз қайтадан. Нәтижесінде 331 бап бойынша сізде кіріс пайда болды. Сәйкесінше салықтық міндеттеме туындайды. Ол кезде сіздің кірісіңіз кіріс көзінен салық алынбаған кірістердің қатарына жатады. Яғни өзіңіз декларация тапсырмасаңыз, ол кезде ешкім сіздің атыңыздан тапсырып бермейді. Өзіңіз табысыңызды жариялап, 240 форманы тапсырып, тиісті салықты төлеуге міндетті боласыз. Акцияларды, яғни бағалы қағаздарды алып сатып табыс көрсеңіз де тура осындай жағдаймен бірдей болады. Кірісіңізді жариялайсыз. Бірақ жақсы жаңалықта жоқ емес. Біздің салық кодексіміздің 341 бабы бар. Онда кірістерді түзету туралы айтылған. Яғни мұндай кірістің кейбірі салықтан кешірілген. Мысалға 341 баптың 16 тармағына келсек, онда бағалы қағаздардың құн өсімі бойынша түскен кірістер өзіміздің қазақстандық биржаларда туындаған болса, салықтан кешірілесіз. Яғни КАСЕ және АЭКС-та. Бұл жерде табыс қосымшаларының ноталары да АЭКС биржасының өнімі болып есептеледі. Ол бойынша кірістер де салықтан кешірілген. Бірақ соған қарамастан кірісіңізді жариялайсыз. Артынан түзету енгізіп, салық төлеуге тиісті кірістің түрінен алып тастайсыз. Мінекей осындай жақсы бап бар біздің салық кодексімізде. Ол әрине өзіміздің жергілікті нарықты дамыту, өзіміздің қор биржамызға көптеген жеке инвесторларды тарту үшін бағытталған. Бұл шамалы болсын стимул болады. Келесі жағдайға көшейік. Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерде туындаған кірістер. Бұл әрине шетелдік алаңдарды меңзеп тұр, яғни шетелдік биржаларда. Шетелдік биржаларда бағалы қағаздарды сату арқылы пайда көріп жатсаңыз, онда әрине ол табысыңызды декларациялайсыз, онымен қоймай салықты да міндетті түрде төлейсіз. Енді дивидендтер бойынша салық туралы айтайық. Өзіміздің Қазақстан қор биржамызда негізінен үш елдің эмитенттері бар. Біріншісі әрине өзіміздің қазақстандық эмитенттер, сосын Америка Құрама Штаттарының және Ресей Федерациясының кейбір эмитенттерін тізімге енгізілген өзіміздің КАСЕ-де. Акциялар бойынша дивидендтер көбінде осы үш елден түседі. Ең бірінші өзіміздің қазақстандық эмитенттерден түсетін дивидендтерді алып айтайық. Олар бойынша қандай да бір салық бар ма? Салық жоқ әрине. Қазақстандық эмитенттерден түсетін дивидендтер салықтан толықтай кешірілген. Салықты дивидендтің шығу көзінен де тартпайды. Ол дивидендтерді тапсырып алған адамда ешқандай салық төлемейді салық комитетіне. Бұл туралы тағы да сол 341 бап 1 тармағы 7 тармақшасында анық жазылған. Келесі, америкалық эмитенттерден түсетін дивидендтерден қандай салықтар тартылады? Біріншіден, бұл жерде Америка бірден 30% тартып алып қалады, оны сізден сұрамайды да. Ресми түрде 30% тартылады деп айтады, бірақ оған сәл жетіңкіремейді іс жүзінде. 28% шамасында салық Америка жағынан автомат түрде тартылады. Өйткені бұл жерде W8BEN деген форма бар. Оны КАСЕ арқылы толтыру біраз проблема Қазақстанда. Біздің өзіміздің қазақстандық брокерлер ондай мүмкіндікті ұсынбайды, өкінішке орай. Freedom Finance точно ұсынбайды. Ал ол форманы толтыруға мүмкіндік беретін брокер болса да, олар естуімше ақылы қызмет көрсетеді. Оның үстіне аз емес, 80 евро шамасында, егер қателеспесем. Сонымен мейлі, Америкада 30% тартты дейік. Ал енді Қазақстанда қосымша төлеп керек па тағы да дивиденд? Жоқ, төлемейміз. Өйткені ол акцияларды КАСЕ биржасында сатып алдыңыз ғой, сол үшін төлемейміз. Келесі, Россияның акцияларын алып айтсақ, бұнда да сондай өзге елдің эмитенті болғаннан кейін сол дивидендтің шығу көзінен бірден салық тартылады автомат түрде. Көп жағдайда 10%, кейбір жағдайда 15%. Ал Қазақстанға қосымша салық төлеп керек емес. Бұның бәрі КАСЕ биржасында болса, біз КАСЕ биржасы туралы айтып жатырмыз.
Енді америкалық акцияларды сіз өзіміздің биржадан емес, сол америкалық биржалардың өзіне тікелей шығу арқылы сатып алуыңыз мүмкін. Мысалға, Interactive Brokers бар, TD Ameritrade бар. Олар сіздерді Америка нарығына тікелей шығарады. Сол брокерлер арқылы сатып алған болсаңыз, онда сіз ол акцияларды сол америкалық биржалардан, NASDAQ дейміз, NYSE дейміз, солардан сатып алған болып есептелесіз. Бір жақсысы, ол брокерлер біздерге W8BEN формасын толтыруға мүмкіндік береді. Оны толтыру өте оңай, қарапайым, көбінде шот ашқан кезде бірден толтырасыз. Ол бірден қабылданады, нәтижесінде дивиденд бойынша салық 15%-ға дейін қысқарады. Өйткені Қазақстан мен ақш арасында конвенция дейміз, арнайы келісім бар. Ол келісім инвесторларды салықты 2 рет төлеуге міндетті болудан сақтайды. Бірақ бұл жерде тағы да арнайы бап бар. Америкалық биржалар бойынша түскен дивидендтерден Қазақстанға салық төлемес үшін сіздің қолыңызда дәлел болу керек. Дәлірек айтқанда, анықтама. Онымен қоймай, ол анықтама сол елдің, яғни салықты тартқан елдің салық органдарынан берілу керек. Ол анықтама басқа тілде жазылған болса, оны аударуыңыз керек, нотариустан куәландыруыңыз керек дегендей жұмыстары бар. Бірақ енді ол туралы ақпарат брокердің жаңағындай statement report дейміз, брокердің отчеттарында анық көрсетілген. Біздің салық комитеті егер сұрап қуызау салып жатса, соны ұсынып көруге болады. Бірақ бұл туралы кейін тағы да айтармыз. Сосын W8BEN бұл тек қана Американың темасы. Россияда, басқа елде ол форма жоқ. Бірақ Ресей мен Қазақстан арасында да сондай екі жақтылы салық болмас үшін арнайы қарастырылған конвенция келісім бар. Бірақ ол Америкада жұмыс жасағандай анық бір жұмыс жасамайды, менің байқауымда. Мінекей, дивидендтер бойынша осындай сәттер бар. Мұнда сабақты жазып жатқан сәтте қауесеттер келіп түсіп жатыр. Ресейлік эмитенттерге кассе биржасынан делистинг жасалады дейді. Ақпараттың шын жалғандығын тексеріп үлгергем жоқ. Десе де көптеген жеке инвесторлар осы ресейлік қағаздарды сатып алудан, сатудан қазір қиыншылық көріп жатыр. Өзіміздің касседегі ресейлік қағаздар бойынша сауда режимін T+2-ден T+0-ге көшіріпті. Бұл деген сөз, әр рет сатып алған кезде 100% кепілдік болу керек деген сөз. Сосын бұндай режим margin trading дейміз, соған кедергі болуы мүмкін. Былайша айтқанда, есепке қондыру жұмыстары дәл сол сделка жасалған күні жүргізілетін болады. Мұнда ушыққан геосаяси жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Путин мүйіз сұрайым деп құлақтан айырылды. Бас-аяғы 5 күннің ішінде Россияны бүкіл әлемдік экономикалық кеңістіктен, қаржы системасынан ығыстырып шығарды, былайша айтқанда. Бұл оқиғаның құрбаны болып жатқан Украина халқына күш тілейміз. Ал Россияның болашағына келсек, білмей қалдық, өте тұманды. Сол үшін Россияның бағалы қағаздарын сатып алмастан бұрын 1000 рет ойланып, бір рет шешім қабылдаңыз. Қазір ресейлік акциялар өте төмен деңгейге, адам сенгісіз деңгейге дейін құлады. Ұзақ мерзімге сатып алсам не болады деп ойлайсыз ғой. 5-10 жыл бойы ұстап тұра алсаңыз, геосаяси жағдайлар өзгеріп жатса, онда көп ақша табуыңыз мүмкін әрине. Бірақ риск те өте жоғары. Өйткені Россияға бағытталған санкциялардың жаңағындай разрушительный болған соншалық, енді ол санкцияларды Путин аяғына жығылса да алып тастау өте қиын болады менің ойымша. Өйткені 10-даған, 20-30-даған жылдар бойы қалыптасқан экономикалық қаржылық одақ 5-ақ күннің ішінде ойран болды. Сондықтан риск өте жоғары. Оның үстінде қазір биржаларда жабық, оларды сатып алуыңызда екіталай. Жарай, тақырыптан ауытқымайық, ары қарай жылжайық. Сосын мұнда кассе сайтындағы ресми ақпарат салық туралы және AX сайтындағы ресми ақпарат. Керек болса паузаға қойып оқып алсаңыздар болады. Енді мынандай қорытындыға келеміз. Қазақстандық қор биржалары бойынша кірістерден салық төлемейміз. Төлейміз тек қана шетелдік биржалар бойынша кірістерден. Енді декларацияны тапсыру және салықты төлеу мерзімдеріне келейік. Декларацияны тапсырамыз 1 қаңтардан 31 наурызға дейін. Әр өткен жыл үшін. Мысалға, өткен 2021 жыл үшін осы жылдың 1 қаңтарынан 31 наурызына дейін декларацияны тапсырасыз. Ал осы жыл үшін, яғни 2022 жыл үшін, келесінші жылдың басында, яғни 1 қаңтардың 31 наурызына дейін тапсырасыздар. 2023 жыл үшін 2024 жылдың басында тапсырасыз. Ал жеке табыс салығының мөлшерлемесі Қазақстанда 10%, бұл туралы айттық, кірістен 10%. Ал салықты төлеу мерзімі 10 сәуірге дейін. 31 наурызға дейін декларацияны тапсырдыңыз, қанша салық төлеуге міндетті екеніңізді анықтадыңыз, ары қарай сол салығыңызды 10 сәуірге дейін төлейсіз. Болды, бұлардың бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. 240 форманы нені пайдаланып тапсырамыз? Кабинет салық KZ деген сайт бар. Сол сайт арқылы салық төлеушінің кабинетіне кіріп, 240 форманы электронды форматта тапсыра аласыз. Ол үшін тек ETSP-ыңыз болса жеткілікті. Сосын соңғы жылдары біздің электронды үкіметіміз мобилді қосымшаны ойлап тапты. Ол e-салық азамат деп аталады. Оны пайдаланып та 240 форманы тапсыра аласыз. Десктоп версиясын сайт арқылы өтесіз.
Ал мобилді қосымшаны сол әдеттегідей Play Market және App Store арқылы қондырасыз. Қазір бұл жүйелерді жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. Десктоп версиядағы бар мүмкіндік e-салық азаматта жоқ, ал кейбір e-салық азаматта бар мүмкіндік десктоп версияда жоқ. Бірақ бұл тек уақытты қиыншылық деп ойлаймын. Бәрі уақыт өте келе орнына түсетін болады. Декларацияны тапсырғаннан кейін және ол декларацияңыз салық комитеті жағынан қабылданса және төлеуге тиісті белгілі бір салықтың сомасы анықталса, онда ол салықты 10 сәуірге дейін төлеуіңіз керек болады. Одан кешіктірсеңіз, ары қарай өсімақысы жүреді. Ол салықты қалай төлеуге болады? Біріншіден, сол салық кабинет кз сайтының өзін пайдаланып төлеуге мүмкіндік бар. Және де салықтың әр түрін төлей аласыз онлайн банкингті пайдалану арқылы. Мысалға, Каспи қосымшасын алып айтсақ, қосымшаны бірінші ашасыз, сосын төлемдерге кіресіз. Оның ішінен мемлекеттік қызметтер, айыппұл және салықты талдайсыз. Ары қарай салық, оның ішінде жеке тұлғалар үшін деректемелер бойынша салық, одан кейін өз районыңызды таңдайсыз. Төлем түрінде жеке табыс салығы 101-202-ні талдайсыз. Бұл егер Қазақстан азаматы болсаңыз. Ал егер шетелдік азамат болсаңыз, онда БЖК немесе КБК дейміз орысша, 101-205-ті талдауыңызға тура келеді. Ары қарай мемлекеттік кірістер басқармасын тағы да өз районыңызға сәйкес таңдайсыз. Ары қарай кезең, аты жөніңіз, ЖСН номеріңіз, сомаңызды енгізіп, тиісті салығыңызды төлейсіз. Дәл осындай мүмкіндік халық Хоумбанк қосымшасында да бар. Ол жерде тағы да қосымша КМП-ны енгізуге болады. Оған 911-ді талдайсыз. Есептелген, есептен шығарылған және бюджетке төленетін өзге міндеттемелер. Міне осындай мүмкіндіктер бар. Енді жауапкершілік пен айыппұлдарға тоқтала кетейік. Декларацияны уақытында тапсырмау 272 бап бойынша бірінші рет ескерту беріледі. Егер бір жыл ішінде қайтадан қайталанса, айыппұл 3 айлық есептік көрсеткіш бойынша болады. Бұл салық кодексі емес, әрине әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңда қарастырылған. Салық салу объектілерін жасырсаңыз, айыппұл 200% болады. Жасырылған салық сомасынан 275 бап бірінші тармақ. Ал Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі меншік құқығыңыздағы мүлікті жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетпеу жолымен жасырсаңыз, айыппұл 100 айлық есептік көрсеткіш болады. 100 МРП яғни 275 бап 3 тармаққа сәйкес. Келесі, салықтардың сомаларын кемітіп көрсету. Айыппұл 10 айлық есептік көрсеткіш. Ал салықтық міндеттеме бойынша талап қоюдың ескіру мерзімдері 2020 жылдан бері 3 жыл, оған дейін 5 жыл болған. Бұл туралы салық кодексімізде 48 бапта жазылған. 2022 жыл бойынша 1 айлық есептік көрсеткіш 3063 теңгені құрайды. Мысалға, сізде Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде меншік құқығындағы мүлкін жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетпеу жолымен жасырған деген айып тағылса, сізге 100 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынады. Ол 2022 жыл бойынша 300 мың теңгеден асады. Бұл заңдарды айтып атқан себебім сіздерге үрей салу емес, заңдарда нақты осылай жазылған. Бірақ тағы да айтамын, біздің салық комитетінің ресми саясаты қазір қор нарығына максимум жеке инвесторларды тарту. Әрбір қателіктер үшін кез келген адамды жазалау емес. Осы уақытқа дейін мен өз басым инвестициядағы салықтар бойынша айыппұл салынған адамды әлі естігем жоқ. Салық комитеті негізінен ескерту беріп қана шектеліп жатыр. Бірақ бұл сіздерге салық төлемеуге немесе салықты жасыруға, декларацияны уақытында тапсырмауға болады деген сөз емес. Әрбіріміз өз еліміздің азаматы ретінде, жауапкершілігі бар азаматы ретінде барлық төлеуге тиісті салықтарды төлеуге, декларациялауға тиісті мүліктерді декларациялауға міндеттіміз. Бір рет қорытындылап жіберейік. 240 форманы тапсыру үшін не істейміз? Кассе AX бойынша біріншіден 31 желтоқсан бойынша меншігіңізде бар шетелдік эмитенттердің акцияларын көрсетеміз. Екіншіден, пайда түскен сделкаларды есептейміз, оларды декларацияда көрсетеміз, бірақ салық төлемейміз. Және де шетелдік эмитенттерден түскен дивидендтерді көрсетеміз, бұдан да салықты төлемейміз. Ал шетел биржалары бойынша бұлда да сондай, 31 желтоқсан бойынша меншігіңізде бар акцияларды декларацияда көрсетесіз. Сосын пайда түскен мәмілелерді есептейміз, пайданы көрсетеміз және салық төлейміз. Сосын дивидендтер түскен болса, шетелдік эмитенттерден көрсетеміз және салық төлейміз. Бұл жерде дивидендтер бойынша салық төлемеуге болады, тек қана егер анықтама болған жағдайда. Екі елдің арасында конвенция болса, сосын ол дивидендтер бойынша салықтың тартылғаны туралы қолыңызда дәлел болса, онда ол салықты шетелде төленген салық ретінде
есепке аласыз және де қосымша салық төлемейсіз. Осы түйіндер бойынша мәліметтеріңізді жинақтап декларацияда көрсеткеннен кейін 31 наурызға дейін әр жылдың, сосын 10 сәуірге дейін тиісті салығыңызды төлейсіз. Болды, негізінен толықтай бір түсінік қалыптастырдық. Келесі сабақтар олар негізінен практикалық болады. Ол видео сабақтарды көргеннен кейін тіпті де толықтай түсіне бастайсыз. Келесі сабақта кездескенше.